Бүгінгі сабақтың тақырыбы көп мүшені көп мүшеге көбейту. Өздеріңіз көріп отырғандай, m минус n және a қосу b минус с көп мүшеліктерін көбейту керек. Көп мүшені көп мүшеге көбейтуді былай жазамыз. Көп мүшелікті жақшаның ішіне көбейту, екінші көп мүшелікті де жақшаның ішіне алып жазу керек. Енді көп мүшені көп мүшеге көбейтуді біз бір мүшені көп мүшені көбейту ережесіне келтіріп алайық. Ол үшін m минус n өрнегін x деп белгілей тұрайық. m минус n көп мүшесін x деп белгілеу енгізе тұрайық. Яғни осыны көп мүшеліктің орнына x-ті қоямыз. a қосылған b азайту s деген бір мүше мен көп мүшенің көбейту өрнегін алдық. Енді бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша бір мүшені жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге үлестіріп көбейтеміз. Яғни x-ті a-ға көбейтеміз xa плюс x-ті b-ға көбейтеміз xb минус x-ті s-ға көбейтеміз xs. Яғни соңғы алынған өрнек бір мүшені көп мүшеге көбейткендегі алынған көп мүшелік болады. Енді x-тің орнына өзіміз бағанағы белгілеген m минус n өрнегін қою арқылы тағы да бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесін аламыз. X-тің орнына m минус n өрнегін қоямыз. Көбейту a, көбейту b, көбейту s. Енді өзіміз білетіндей бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесін қолданамыз. Яғни әрбір мүшеге үлестіріп көбейтеміз. ma минус na қосылған mb минус nb. Келесі өрнек, жақшаның алдында бізде минус таңбасы тұрғандықтан, мына жерде минус таңбасы бар. Олай болса, жақшаны ашу кезінде жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсы таңбаға өзгеретіндігін ескереміз. Яғни минус ms. Минус, мына минустың әсерімен плюс ns болады. Мына соңғы өрнек көп мүшені көп мүшеге көбейтуден алынған көп мүшелік болады. Енді тағы да бір ескеріп кететін жағдай, көп мүшені көп мүшеге көбейткенде өздеріңіз байқап отырғандай, бірінші жақшадағы көп мүшеліктің әрбір мүшесін екінші көп мүшеліктің әрбір мүшесіне жеке-жеке көбейтеміз. Яғни m a-ға, m b-ға, m s-ға көбейтіледі. Содан кейін барып n a-ға, n b-ға және n s-ға көбейтіледі. Шыққан нәтиже дәл осы өрнектің өзі болады. Екінші жағдай, егер көп мүшеліктердің біреуінде, мысалы біздің жағдайда бірінші көп мүшелікте екі мүше бар. Ал екінші көп мүшелерінің саны үшеу. Екіні үшке көбейтсем 6. Яғни нәтижесінде шығатын көп мүшеліктің мүшелер саны 6 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни көп мүшені көп мүшеге шығарғанда ұқсас мүшелерін біріктірмей тұрып, біз дұрыс көбейттік пе осылай санау арқылы тексеріп алуымызға болады. Көп мүшені көп мүшеге көбейтуді есімізде жақсы сақтап қалу үшін бірнеше мысалдар көрсетейік. 2m плюс 3n көп мүшелігін 2m минус 5n көп мүшелігіне бағанағы өзіміз білетін ережені қолданып көбейтейік. Яғни бірінші жақшадағы 2m бірінші мүшесін екінші жақшадағы әрбір мүшеге жеке-жеке көбейтеміз. Яғни мен 2m-ді ұстап тұрам, 2m-ді 2m-ға көбейтем. Сонда 4m квадрат болады. Енді 2m-ді минус 5n-ға көбейтем. Плюс минус көбейтіндісі минус таңбасын береді. Екі жерде 5-ің 10mn болады. 10mn. Міне. Яғни бірінші жақшадағы 2m-ді екінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейттік. Енді екінші 3n-ді көбейтеміз. Плюс 3n плюс 2m-мен көбейтілсе плюс 6mn болады. Енді плюс 3n минус 5n-мен көбейтілгенде минус 15n квадрат. Енді осы алынған өрнектің ұқсас мүшелері бар болса біріктіріп аламыз. m квадратқа ұқсас мүше жоқ, олай болса оның өзін жазып қоямыз. 4m квадрат. Минус 10mn мен 6mn ұқсас мүшелер. Бұл екі өрнекті
алгебралық қосынды арқылы жазамыз. Яғни минус 10mn плюс 6mn әртүрлі таңбалы сандар болғандықтан азайтамыз. 4mn. Ал минус 15n квадраттың ұқсас мүшесі жоқ, оның өзін жазып қоямыз. Міне. Енді келесі мысалға қарасақ, көпмешені көпмешеге көбейту және ол көбейткіштердің арасында минус таңбасы тұр. Яғни біз көпмешені көпмешеге көбейткен кезде өздеріндегі таңбаларды және егер жақшаның алдында минус таңбасы болса, осы минус таңбасында ескеріп отыруымыз керек. Себебі бұл минус таңбасы көбейтіндінің таңбасын өзгертеді. Сонымен бірінші жақшаларды ашып алайық. Яғни x-ті екінші жақшадағы әрбір мүшеге көбейтеміз. Сонда x-ті x-ке көбейтем, x квадрат. X-ті 7-ге көбейтем, екеуі де оң таңба плюс 7x. Енді минус 3-ке көбейте бастаймыз. Минус 3-ті x-ке көбейтем, минус 3x. Минус 3-ті плюс 7-ге көбейтем, минус 3 жерде 7, 21 болады. Енді екінші жақшаны ашу барысында мұна минусты ескеріп отырамыз. Яғни x-ті x-ке көбейткенде x квадрат минустың әсерімен минус x квадрат болады. Плюс x-ті минус 1-ге көбейткенде минус x, мынаның әсерімен плюс x болады. Минус 5-ті плюс x-ке көбейтсем минус 5x, мына минуспен плюс 5x. Минус 5-ті минус 1-ге көбейтсем плюс 5, мына минуспен минус 5 болады. Енді ұқсас мүшелерін біріктіріп аламыз. Плюс x квадрат, минус x квадрат қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылады. Плюс 7x, минус 3x, плюс x, плюс 5x бәрі ортақ ұқсас мүшелер. Яғни плюс 7x, минус 3x, 4x болады. Оған 1x қосам 5x, 10x болды. 10x болды. Минус 21, минус 5. Оның мәні минус 27 болады екен. Міне, ұқсас мүшесі минус 26. Минус 26. Ұқсас мүшені біріктіргенде осындай көпмүшелік шықты. Бірнеше көпмүшелікті көбейткен кезде қалай жұмыс істейміз? Бірінші көпмүшелікті екінші көпмүшелікке көбейту арқылы жақшаны ашып аламыз да, ал соңғы көпмүшеліктің өзін жаза тұрамыз. Яғни x квадратты x квадратқа көбейтем, x-тің 4 дәрежесі болады. X квадратты x-ке көбейтем, x-тің 3 дәрежесі болады. X квадратты 1-ге көбейтем, x квадраттың өзі болады. Енді минус 1-ді көбейтем. Минус 1-ді x квадратқа көбейтсем, минус x квадрат. Минус 1-ді x-ке көбейтем, минус x. Минус 1-ді 1-ге көбейтем, минус 1. Бұл алғашқы екі көпмүшеліктің көбейтіндісі. А соңғы көпмүшенің өзін жазып қоямыз. Бірінші жақшадағы ұқсас мүшелерді біріктіріп алайық. X-тің 4 дәрежесіне ұқсас мүшел жоқ, өзі жазылады. X-тің 3 дәрежесіне ұқсас мүшел жоқ, өзі жазылады. Минус x квадрат пен плюс x квадрат қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылады. Минус x, минус 1. Ал екінші жақшадағы x квадрат минус x плюс 1 өрнегінің өзін жазамыз. Енді тағы да көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесі бойынша x-тің 4 дәрежесі x-тің квадратына көбейтем, x-тің 6 дәрежесі, x-тің 4 дәрежесін минус x-ке көбейтсем, x-тің 5 дәрежесі болады, x-ті 1-ге көбейтсем, плюс x-тің 4 дәрежесі болады. Енді келесі плюс x-тің 5 дәрежесі болады, 3 дәрежені 2 дәрежеге көбейтем, минус x-тің 4 дәрежесі болады, плюс x-тің 3 дәрежесі болады. Енді минус x-ға көбейте бастаймыз. Минус x куб болады, плюс x квадрат болады, минус x болады. Соңғы минус 1-ді көбейтем, минус x квадрат, плюс x, минус 1. Енді шыққан көпмүшеліктің ұқсас мүшелерін біріктірейік. X-тің 6 дәрежесіне ұқсас мүшел жоқ. Ал минус x-тің 5 дәрежесі мен плюс x-тің 5 дәрежесі қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылады өрнектер. Плюс x-тің 4 дәрежесі минус x-тің 4 дәрежесімен жойылады. Плюс x куб минус x кубпен жойылады. Енді плюс x квадрат минус x квадратпен жойылады екен.
сол сияқты минус x плюс x пен жойылды. Сонда ең соңында минус 1 қалды. Яғни мына 3 көпмүшеліктің көбейтіндісі x-тің 6 дәрежесі минус 1 көпмүшелігіне тең болды. Көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесін теңдеуді шешуде қолданайық. Яғни 1 минус 2y көпмүшелігін 1 минус 3y көпмүшелігіне көбейтуді орындаймыз бірінші. Яғни жақшаны ашамыз. 1-ді 1-ге көбейтеміз 1, 1-ді минус 3y-ге көбейтеміз минус 3y. Минус 2y-ді 1-ге көбейтеміз минус 2y. Минус 2y-ді минус 3y-ге көбейтеміз плюс 6y квадрат. Тең таңбасының өзі жазылады. Ал енді теңдіктің оң жағында бір мүшені көп мүшеге көбейту ережесі тұр. Яғни y-ді жақшаның ішіндегі 6y-ге көбейтсем 6y квадрат болады. Y-ді минус 1-ге көбейтсек минус y минус 1-дің өзін жазамыз. Енді теңдіктің оң жағында тұрған үш мүшелікті теңдіктің сол жағына қарай қарама қарсы таңбамен өткіземіз. Сонда 1 минус 3y минус 2y плюс 6y квадрат плюс 6y квадрат оң жақтан сол жаққа өткенде минус 6y квадрат болады. Минус y оң жаққа плюс y болып өтеді. Минус 1 оң жаққа плюс 1 болып өтеді. Тең осы көп мүшеліктің орнында 0 қалады. Себебі барлық мүшелері сол жақ өтіп кетті. Енді ұқсас мүшелерін біріктіріп алайық. Ең бірінші плюс 6y квадрат пен минус 6y квадрат қарама қарсы өрнектер болғандықтан жойылады. Енді y бар өрнектер минус 3y, минус 2y, 2 бірдей таңбалы сандар қосылады. Минус 5y болады. Плюс y пен минус 4y болады. Себебі мыналар теріс таңбалы, мынау оң таңбалы. Минус 4y. Ал плюс 1 мен плюс 1 қосылады. Плюс 2 болады. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешу. Ол үшін плюс 2-ні теңдіктің оң жағына минус 2-ні өткіземіз. 2-ні минус 4-ге бөлеміз. Сонда теріс санды теріс санға бөлсем оң сан болады. 2-ні 4-ге бөліп, 2-ге қысқартып жіберсек, 2-ден 1-ге тең болады. Сонда y айнымалының мәні 2-ден 1-ге тең.